Осы видео Иран елінің минустары мен плюстары туралы. Иран елінің ең үлкен плюсы ол қонақжайлылығы. Адамдардың саған көмектесуі, соның барлығы мықты. Мен Иран елінде болған кезде ирандықтардың маған деген жанашырлығын, сондай қамқорлығын барлығын көріп, мен ойлаймын, Иран елінің халқы өте мейірімді және өте жақсы адамдар. Иран елінің ең үлкен минусы ол геосаяси жағдайы, яғни саясатқа байланысты ішкі тәртіптері және мемлекетінің қатаңдығы. Бір жерден видео түсіргің келсе рұқсат алу керек, интервью жазамын десең, оған да рұқсат керек. Жалпы айтқанда қысу, яғни жан-жақтан шектеулер өте көп. Және солардың барлығы Иран елінің ең үлкен минусы деп білемін. Келесі плюстарының бірі ол қоғамдық көліктердің, таксидің барлығының арзан болуы. Оның барлығын бензин құнының арзаны деп білемін. Иран елінде бензин құны 80 теңге шамасында. Өте арзан, Соның арқасында біз сияқты туристерге таксимен қозғалу өте арзан. Иранды білесіздер, санкцияның арқасында ол елді жан-жақтан қысып тастаған, яғни ақш және Европа елдері барлығы қысып тастаған. Соның кесірінен ақшасының тұрақсыздығы үлкен минус болып есептелінеді. Мысалға, сіз бүгін ақшаңызды аудардыңыз, 2 жұмадан кейін кері ақшаңызды аударатын болсаңыз, онда мүлдем басқа курспен аударуыңыз әбден мүмкін. Ескі қалалардың көп болуы тағы да бір плюстарының бірі. Және ол қалалар өте әдемі, аралап жүре берсеңіз болады. Және баяғыдағы өзінің қалпын жақсы сақтап қалған. Және бір қаладан екінші қалаға жетіп алу ешқандай сізге қиындық тудырмайды және қатты қымбат болмайды. Келесі минусы ол медицина деп білемін. Себебі сізге бірдеңе болып қалса, Құдай сақтасын, егер Иран еліне барып сізге бірдеңе болып қалып жатырса, сізге емделу немесе сондай проблемаларды барлығын шешу өте қымбатқа шығады. Жоғарыда айтылған курсқа байланысты плюс жағы да бар. Себебі біз сияқты туристер доллармен барамыз, ал долларды сол Иран елінің ақшасын аударған кезде қалтаңызда көптеген миллиондаған ақша болады. Және соның арқасында тағамдар, қонақ үйлер, не сатып аламын десеңіз, көше тағамдары болсын, солардың барлығы сізге өте арзанға шығады. Иран елінің тағы бір минусы ол банк жүйесінен айырылуы. Яғни сіз Народный болсын, Каспий болсын, қандай карточкамен барсаңыз да, сіз Иран елінен, яғни Иран елінің банкоматтарынан ешқандай ақша шығарып ала алмайсыз. Сіз тек қана қолма-қол ақшаңызбен барасыз, яғни доллармен барасыз. Теңгемен барсаңыз, сізге ешкім ақша аудармайды. Сондықтан жаңа купюрадағы доллармен барып, сол жақтан қолма-қол ақша айырбас жасайсыз. Минусы сол банк жүйесінің SWIFT системасынан айырылуы. Иран елінің ауа райы міндетті түрде плюсқа жатқызуға болады. Жаз айының кейбір айлары болмаса, қатты ыстық болмайды. Ал қыста мүлдем қар көрмейсіз деп те айтса болады. Себебі Иран елі жылы жақта орналасқан. Сондықтан жаяу жүрем, қыдырам, қала аралаймын деген туристерге өте ыңғайлы. Тағы бір минусы ол интернет жүйесінен шектеулер. Яғни соцсеттер мүлдем жоқ десе де болады. Егер сіз Instagram, WhatsApp, басқа да соцсеттерді қолданғыңыз келсе, міндетті түрде бір жақсы VPN-іңіз болу керек. VPN-сіз ешқандай интернетке сіз кіре алмайсыз. Бұл әрине өте үлкен минус. Тағы да бір үлкен плюске тағамдарын жатқызуға болады. Иран елінің тамақтары, тағамдары өте дәмді.
тіл үйреді десе де болады. Бұндай бір ерекше дәмді мен Өзбекстан еліне барғанда сезінген болатынмын. Иран елінен ондай дәмді тағамдарды жеймін деп ойламаппын. Сондықтан Иран елінің тағамдары міндетті түрде үлкен плюс. Сол санкциялардың кесірінен Иран елінен үлкен брендтарды таба алмайсыз. Техника болсын, LG, Samsung деген сияқты болсын, киім-кешек болсын, Dolce Gabbana деген сияқты, Louis Vuitton, неше түрлісін ешқашан сіз Иран елінен таба алмайсыз. Егер сіз кейбір сауда үйлерінен көріп қалсаңыз, ол Дубайдан немесе Армениядан деген сияқты көршілес жақсы араласатын Иранмен сондай елдерден келген тауарлар болып есептелінеді. Нақты сол брендтардың сауда орталықтары мүлдем жоқ. Және де Армения, Дубайдан келген товардың қақы әрине өте жоғары болады. Сондықтан бұндай жүйе әрине минус болып есептелінеді. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Арнаға тіркеліңіздер, лайк басып, комментария жаза кетіңіздер. Осындай қазақ арналарының дамуына үлес қосып жүргендеріңізге көп рахмет. Достарыңызбен бөлісіңіздер, олар да Иран елі туралы жаңа мағлұматтарды білсін. Және де достар, саяхаттаңыздар. Әлем біз үшін жаратылған.